Қайырлы кеш достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге Ғалымжан. Бүгінгі апта сәттілігімен жақсы басталсын. Құдай қаласа, ой армандарыңыз бәрі бірдей жақсы орындалсын. Сапарда жүрген ағайындар, сіздерге де сәлем айтам. Аман барып, есен қайтыңыздар. Бүгін осында менің өзім досым Умраға кетіп жатқан жағдайы бар. Как раз бүгін барып түсті. Мединада бүгін. Сондықтан бәріміз де бірдей тілекші болайық. Сіз де бізге оқынаға дұғада болыңыз. Осында Қазақстанда еліміз тыныш болсын. Құдай қаласа тек жақсылығын көрейік бәріміздің де. Так, сонымен бүгін біздің тақырыбымыз роботтар жайлы болады. Роботтардың төрт түрі бар. Бұл өзіміздің қазіргі өміріміз әбден тұрмыс тіршілігімізге еніп кеткен үлкен термин. Бәріңіз бірдей білесіздер оны. бұл жаңағы алғашқы терминатор кішкентай кезімізде бәріміз бірдей көріп бастадық. Ол жақсы классикамыз әлі күнге дейін қызық көретін киноның бірі. Сондағыдай ол темір роботтарға енді қазір ғылымның қарыштап дамып жатқан уақытта енді жетіп жатқан жағдайы бар. Оған міндетті түрде ChatGPT-ді қосып жатыр. Amazon.com-ның барлық складтарында уже почти 80% қазір роботтармен жұмыс жасап жатыр. Бұл роботтардың жөні бөлек. Қазір судың астында, әйтпесе именно ұшатын дрондардың өздері де мысалы роботтармен қозғалатын жағдай болып жатыр. Неге бұл тақырыптан бастап жатырмын? Мен айтқан нәрсем, бұл роботтарымыз, бұл кәдімгі компьютерлік программа. Сіздің шотыңызға бір рет сатып алған өзіңіз роботыңыз бүгін, ертең, күндер бойы, айлар бойы, жылдар бойы сізге қызмет жасайтын болады. Өте жақсы жасалынған. Ол жасалғанда 6 жылдан артық өзінің қызмет жасап, бізге өзінің рынокта қазір қызметін көрсетіп жатыр. Рынок уже біледі ол туралы. Сондықтан бұл рынок именно потребителей. Сізбен біз мысалы өзіміздің жұмысты өз шаруамызды істей береміз, бірақ өзіміз қосып қойған ақшамыз, салып қойған именно роботымыз, орнатып қойған роботымыз бізге постоянно табыс әкеліп тұратын болады. Бүгінгі әңгімеміз осы туралы. Сонымен ең біріншісі бұл Форекстегі роботтар. Форексте, мысалы Форекстегін бәріңіз білетін шығарсыздар, білмесеңіздер айтып кетейін. Бүкіл әлемдік бұл валюта нарығы, кәдімгі ақша саудасы, ақша базары, өзіңіздің көшеде көріп жүрген, мысалы обменниктер болса, білесіздер обменникті, доллар, евро, фунт стерлинг, российский рублик, турецкий лира, арабтың динары, сол сияқты солардың бәрін жерде ауыстырасыздар. Сатып аласыздар. Жолға шығып бара жатсаңыздар, мысалы араб мемлекетіне барсаңыздар, динар аласыздар, түріктің лирасын, мысалы Түркияға бара жатқанда кісілер ағайындар алып жатады мысалы. Әйтпесе Россияға барсаңыздар, российский рубльді алып жатасыздар. Ал дұрысы, ең дұрысы, қай жаққа барсаңыз да американский долларды алып барсаңыз ешқашан ұтылмайсыз. Сол жерде именно сол жақсы бағамен алатын боласыз. Бұл енді мен былтырғы как раз Дубайда болдым мен, одан кейін Стамбулда, Түркияда болдым, одан кейін Қырғызстанда болдым. Соның бәрінде де осы именно американский доллармен құтқарды. Карточка біздің Каспий голд. Тек қана Дубайда ғана істейді, Стамбулда тек наличка істеп жатыр әлі күнге дейін. И және Қырғызстанда да наличка жасап жатқан жағдай бар. Сондықтан біздің Қазақстан Каспий голдпен жақсы ілгерілеп жақсы келе жатқан жағдай бар. Между прочим, оның как раз кешегі айда, январь айында NASDAQ-қа 3-ші биржаға шықты. Оның бағасы жақсы көтеріліп жатқан жағдай бар. Каспий банктың акциясын алыңыздар, өте жақсы. Так, сонымен роботтарға келеміз. Роботтар, сонымен болса именно Форексте күндегі обороты 7 триллионнан 10 триллиондарға дейін оборот жасап жатыр. Өте күшті оборот. Ондай оборот ешқандай финансовый рынокта бүкіл әлемде жоқ ондай. Ол независимый, шындығында да децентрализованный рынок. Децентрализованный платформа. Ешкімге бағынбайды, ешқандай компанияға, әйтпесе группа лиц, олардың ешқайсысына бағынбайды. Өзі істеп жатыр осы 7 триллион, 10 триллион оборотты өз ісінде жасап жатыр. Оған біз прямо кіре алмаймыз, ағайындар, сразу айтайын. Біз қазір өзіміздің жасап жатқан 2 брокеріміз бар. Екеуі де британдық брокерлер. Лондон, Великобритания, естігенсіздер. Сол біреуі 13 жыл, біреуіне 15 жыл уақыт болды. Біреуі RoboForex, біреуі Forex for You деген екі үздік осы бестікке кіреді как раз. Сол екеуімен жұмыс жасап жатырмыз. Өте тамаша. Вот выводтан проблема жоқ. Өзіміздің Binance'пен жұмыс жасап жатырмыз. Binance өзімізде қазір Қазақстанда 2-ші жыл лицензированный кошелек. Сондықтан бұл Binance'ты міндетті түрде бүгін күні бойы осымен әңгіме болып менде. Қазірдің өзінде тікелей эфирдің алдында мысалы Алматымен осы туралы сөйлесіп жатырмыз. Ашып алсаңыз бір рет бар ғой. Өте тамаша рахат нәрсе ғой. Сондықтан ағайындар, мен сіздерге айтатыным, мынау жасап жатқан именно роботтар, боттар деп айтайық, советник деп айтайық Форекстің, соның барлығы бірдей через Binance кіріп жатырмыз. Байбиттің де уақыты келер, мысалы MetaMask'ты білеміз, Trustwallet'ті білеміз. Бұл кошелектер мысалы именно криптосообщество бұл туралы барлығы бірдей біледі. Бізге Қазақстандыға, именно қазақстандықтар үшін ең ыңғайлысы Binance. Сондықтан Binance'ты қазір кіріп, YouTube'дан как открыть кошелек Binance десеңіз, толып тұр ішінде. Видео толып тұр. Соның ішінде бір ашып көресіз да, ар жағында осы роботтарды қосуға, тек қана сатып алуға роботты, өзіңіздің выделенный серверде Forex
FX мониторды сатып алғанға және өзіңіздің счетыңызды пополнение жасауға осы төртеуіне именно осы Binance'мен жасап жатырмыз. Сондықтан ағайындар, бұл Binance сіздерге міндетті түрде керек. Мен айтып отқан роботтар бұл қасымыздағы көрші Ресейден Москваның трейдерлары өздерінің 10 жылдық, одан да көп мысалы стаж уақытын өтілін деп айтады қазір, опыт деген сөзде аударылғанда. Сол 10 жылдық өтілімен өздеріне командасына программистер шақырады. Кәдімгідей олар өздерінің осы алгоритмге жазып, ар жағында жасанды интеллект қосқан кезде бізге дайын күйінде готовый продукт келеді. Оның аты 4 линиядан тұрады. Мысалы сол роботтар 20 робот бар. Біріншісі классический линейка, екінші трендовый линейка, үшінші гибридный линейка, төртінші математический линейка. Осы линейкалардың барлығы бірдей жұмыс жасап тұр ағайындар. Мен сізге қазір ұсынып отқаным классический линейканың ішіндегі классик және классик плюс деген екі робот. Классик бұл 3 валютный парамен жұмыс жасап тұрған, 2017-тен бұрын жұмыс жасап тұрған осы екі робот екеуі бірдей. 3 валютный парамен жұмыс жасап тұр. Консервативный айына 10%-ға дейін табыс береді. Екіншісі агрессивный 5 валютный парамен жұмыс жасайды, айына 15%-ға дейін табыс береді. Өте жақсы салынған. Осыны біз қазір өзіміздің қолданысымызда көріп жатырмыз. Қазақстанда барлық қалалар қосылған. Батыста Атырау, Ақтау, Ақтөбе, Орал болса, шығыста Семей мен Өскемен, қазір Абай облысы, Талдықорған мысалы, Алматы, оңтүстікте Шымкент, Жамбыл, Қызылорда болса, осы қалалардың бәрінде біздің ағайындар жұмыс жасап жатыр. Қарағанды, Жезқазған әрине бос қалған жоқ. Ұлытау облысы дейміз қазір. Сондықтан бізге осы тақырыпта қазір күнделікті неше деген звонок болып жатыр, не деген жұрттар WhatsApp-пен жазып жатыр, Telegram-да жазып жатыр, звондайды прямой, ештеңесі жоқ. Жұртта қызығушылық бар. Ол не? Өзіңіздің салған ақшаңыздың сіздің қатысуыңызсыз үнемі көтеріліп тұрады. Айына 15%-ға дейін табыс беріп тұрады. Тамаша емес па? Сондықтан осыны қалай қосылуға болады? Тағы да айтып кетейін, именно Binance арқылы аламыз біз. Binance деген бұл лицензированный кошелек. Қазақстандағы уже 2-ші жыл жұмыс жасап жатыр. Қазақстаннан официальный лицензия алған. И біздің жаңа жасап жатқан брокерлеріміз екеуі де бірдей, біреу 13 жыл, біреу 15 жыл болды. Дүние жүзіндегі үздік 5 брокер жатады. Именно Форекс брокерге. Ол екі деп қойыңыз. Ал енді біздің пайдаланып қолданып жатқан роботымыз 2017 жылдан бүгінгі 24 жылдан қаңтарына дейін ешқашан слип жасалмаған. Слип болмаған бізде. Слип деген салған $1000 минусқа кетуді, мысалы ондай нәрсе болмаған бізде. Сондықтан осы жағдайды мен сіздерге міндетті түрде қосылыңыздар, көріңіздер пайдасын. Алғашқы уақытта $100, 250, 500 мың деп жатырмын ғой. Соны $100 бастап өзіңіз көріп тексеріп көріңіз. Бір ай тексеріңізші. Күнде түсіп жатқан ақшаны именно Телеграмда чат-боты бар, қазір FX монитордың. Сол постоянно келіп тұрады менде. Қазірдің өзінде келіп жатыр мысалы. Солар бәрін көргеннен кейін барып қана ақырындап үстіне $900, $1000, $2000 салып уже ар жағында табысын көптеп көретін сіздің мүмкіндігіңіз бар жақсы. Ол үшін біздің как раз Қазақстанда как раз өзіміздің именно осы Астанада осы GTG қауымдастығы 2 рет қосылды, кездесті. Оған біздің кешіміздің арнайы қонағы осы компанияның региональный директоры кім Айдос мырза келіп как раз өзі бәрі сұрағымызға түгел жауап берді. Тәуекел бар ма? Қандай риск бар? Осы сұрақты көп қояды менде жұрттар. Мысалы, анау Форекстен бастайтын болсақ, Форекс ол ар жағы 50 жылдан артық жұмыс істеп жатыр. Брокерлерді айтып кеттім, біреу 10 жыл, біреу 15 жыл жасап жатыр. Ал мына компанияның өзі жасап жатқанда уже 6 жыл, биыл 7 жыл кетіп бара жатыр. Мына жерде тәуекел бар ма деген кезде мен соны сіздерге сіздің рискіңізді айтайын. Егер сіз $100 салатын болсаңыз, сізде $100 запас болу керек. $200 салсаңыз, $200 запас болу керек. $500 салсаңыз, $500 запас болу керек. $1000 салсаңыз, $1000 запас болу керек. Не үшін? Мысалы, робот кейде нарыққа қарсы сделкалар ашып кетеді. Мәміле дейміз қазақша. Бірақ маған ыңғайлы сделкада ағайындар дұрыс түсініңіздер. Қазақпын мен, қазақша айтамын, бірақ біздің оқығанымыз бәрі бірдей. Сделка болғаннан кейін сделка сізге де түсінікті деп ойлаймын. Сондықтан сол минусовый сделкалар ашып кетеді. Сол минусовый сделка $100 ашқан кезде үстіне $100 салсақ минус азаяды. Ол 1-2 күнде ар жағында барады да бәрін плюске жауып шығады. Өз $100 қайдан шығарып алсаңыз болады. Тура солай 250 салсаңыз депозитке 250 үстіне саласыз. Минус азаяды. 2 күнде, максимум 2 күнде барлық минустерін жабады, плюсқа жауып шығады. Ар жағында 250 қайдан шығарып алсаңыз болады. Тура осындай риск бар. Бұл жылына бір рет болуы мүмкін, болмауы да мүмкін. Мен сізге қайталап айтамын, жылына бір рет болуы да мүмкін, болмауы да мүмкін, ағайындар. Өйткені 2017-тен бүгінгі 24 жылға дейін 7 жыл кетіп жатыр уже да. 6 жыл деп таза айтайыншы міне. 6 жылда бізде слип болмаған, полный слип етіп ақша деген болмаған жағдай. Сіздің тапқан табысыңызды өз сіздің неңізде, құзырыңызда. Счет сіздікі, советник сіздікі, робот постоянно сіздікі болып қалып, өмір бойына пожизненный лицензия орысша айтқанда. Соны салып қойдыңыз болды. И счет та сіздікі. Қаласаңыз тапқан табысыңыз ай сайын алыңыз, апта сайын алыңыз,
вот күнде шешсеңіз де сізге ешкім қой дей алмайды. Вот суббота воскресенье шеше алатын жағдайыңыз бар. Өте керемет ағайын. Сондықтан осы роботты қазір алған кісі действительно ар жағында өзінің табысын, ар жақта өзінде бір ақша көбейіп жататын болады да. Айтайын сізге, осы қазір алған роботыңыздың ақырындап депозит көтеріп жатқан кезде сіз екінші робот аласыз, үшінші робот аласыз. Өйткені бізде ограничение тұр, лимит бар бізде. Бір счетта $3000 артық сала алмаймыз. Неге? $3000 мәселен $450 пайда келсе, сол $450 қаймақ шешіп алсаңыз болады үнемі. Әйтпесе $5000 салдыңыз ба, соның $2000 сауда жасалынбайды. $2000 жай тұрады мысалы. $3000 $450 келеді, а $2000 жай тұрады. Ол жай тұрғанша өткенше ақша тапсын. Онда сіз екінші роботты, үшінші роботты, төртінші роботты, бесінші роботты тура солай алып, ар жағында оның пайдасын көбейте бересіз. Бұл бір жағы диверсификация ағайындар, әртараптандыру. Риски, как рисков, так прибыли сізде диверсификация болады. Әртараптандыру. Мына жақта өзінше 15% өсіп жатады, мына жақта 15% өсіп жатады, мына жақта 15% өзінше өсіп жатады. И жаңағыдай минустер болып жатса, егер болып жатса, ана үстінен кішкентай қоса саласыз, бір-екі күнде қайтадан қайтарылады. Жақсы жағдайыңыз бар. Бұл роботтар мысалы қазір айтқанда сіз 10-15% болса мысалы айына, қалған 18 робот 5%-дан 30%-ға дейін жұмыс жасап жатыр айына, табыс тауып беріп жатыр бізге. Сондықтан бұл роботтың бәрін бірдей алғаныңыз жақсы болады. Ол өзіңіз үшін жақсы. Өйткені сіздің ақшаңыз көбейген сайын, оны әрі қарай былай жеткізуге керек болады. Жаңа $3000 лимит деп айттым ғой сізге. $3000 сыпырып алып отырасыз да, постоянно робот алып, ар жағында екінші, үшінші, төртінші, 15-ші, 20-ші, 24-ші робот өстіп алып жатасыз. Жаңағы өзім как раз өзім примеріп айтып кеткен, мысалға айтқан біздің Айдос мырза, региональный директор, өзінің және әйеліне о баста $10,000 ашқан, қазір оборотында $80,000. Және әйеліне 17 робот алған, өзіне 24 роботы бар да. Сондықтан ағайындар, бұл жерде алып барқан минимальный прибыль, минимальный риск и максимальный прибыль осындай шығып отырасың ба постоянно. Рынокта өте жақсы нәрсе айтылған мысалы. Осы рынокта именно жақсы сізге беріп отырған мықты продукция. Сондықтан қазір алып қалған кісі действительно алам деген кісі болатын болса, менің шапка профиліге өтіп, как раз телеграмға жазсаңыз болады. Менің как раз табыс табу, сақтау және көбейту. Тура осы атпен менде ютубтың сілтемесі бар, және жаңағы инстаграмға Ғалымжан нижний пробел Дүкенбай. Сол жерден как раз осы туралы толық ақпаратты көре аласыздар ағайындар. Өте тамаша. Так, форекс жайында сіздерде сұрақ қалды ма? Қалса қойып жіберіңіздер, қоймаса мен как раз екінші крипторынокқа өтейін деп жатырмын. Крипторынок дегенге. Криптовалюта. Уағалейкум ассалам. Қайрат мырза, қалайсың, жағдайыңыз, денсаулығыңыз жақсы ма? Егер сіз сұрағыңыз болса жақсы болар еді, болмаса мен как раз екінші форексқа қарай кетейін деп жатырмын мен. Жаңа кіріп жатсыз деймін соған қарағанда, иә? Қайрат. Так, ағайындар, кеттік онда. Мен қазір сіздерге именно криптовалютада как раз бізде жақсы өзімнің 5 жылдан артық жұмыс істеген, 5 жыл енді болады, 18 жылда 4 жылдан артқан Success Factory компаниясында мен инвестормын, қаржыгермін. Сол жерде, ол жерде мен как раз жақсы монета алдым. Ол баға, оның монетаның бағасы қазір алдың күні 40%-ға, кешегі күні 50%-ға, жалпы саны 90%-ға көтерілді, әлі де көтеріле беретін жағдайы бар. Осы компанияның как раз басқа тағы да 3 компаниямен қосылып, ар жағында не істеді? Бұлар бірдей, барлығы бірдей қазір үлкен крупный компания құрып жатыр. Оның компанияның аты Zera. Zera деп айтқанда бұл Era X деп айтылады, мысалы Xera деп саналады, мысалы X алдына қойсаңыз как раз содан жаңылтпайсыз. Сондықтан айтайын дегенім міне, именно осы Xera как раз ертең, мен жаңалықтар айтып жатырмын Қайрат как раз. Ертең Құдай қаласа 6 ақпан күні осы Zera компаниясының официальный открытиесі. Ертең официальный открытиесі. Бұл компания не істейді, не қояды. Сол жаңалықтармен айтып бастаймын как раз. Ерлан Жарменов дейді, тамаша. Біздің партнерсіз ғой да? Өте жақсы, қуаныштымын. Так, кеттік онда жаңалықтарды айтамыз бірінші. Бұл компания осы міне 28 қаңтарда предоткрытиесі болды, алдын ала ашылуы болды. Сол жерде бізге как раз компания өзінің алғашқы продукцияларын атап өтті. Солардың бәрін түгел таныстырып кетемін қазір бірден кейін бірін. Бұл 4 компания, бұл дүние жүзіндегі 4 ірі сетевой компаниялар. Сетевая компания, бұл жерде сетевая индустрия өзінің қазір общий обороты 10 миллиардтан артық. 10 миллиардтан артық. Бұл жерде сізге ең бірінші телефон. Жай телефон емес сатылатын, ол телефонның ішінде Минтер деген нәрсе именно программа қойылып жатыр сізге. Сол программаны бір рет салып алсаңыз, программа телефонды сатылады сізге как раз, ол салып алсаңыз, ол нәрсе сізге телефон постоянно үнемі ақша келіп тұратын болады.
Керемет. Қалай әкеледі дейсіздер ғой. Мен сіздерге мысал ретінде айтайын. Бәріңіз бірдей биткойнды білесіздер. Біздің Қазақстанда қалай шулады былтыр. Жаңағыдай свет бермей қойды, свет өшіріп жатты, свет көп алып кетіп жатыр, өйтіп жатыр деп ақыры үкіметпен келістік әйтеуір. Оларға тарифін жоғарылап берді, бірақ налог төлейтін болды. Келіскеніне мен қуаныштымын. Қазақстан майнингке рұқсат берген бірден бір көп мемлекеттің бірі ғана. Өте қуаныштымын ол үшін. Ол жерде үлкен фермалар салынады білесіздер да, үлкен крупный фермалар. Сол технологияның қатты дамыған уақыты қазір үлкен фермалардың орнына кішкентай ғана сіздің телефоныңызға осы жерге орнатып қойған сол телефондар сатылады. Ол жерде минтинг деп аталады ол жерде. Сол минтинг деген нәрсе сізге өзіңіздің телефоныңызды бір рет алып аласыз. Мен басынан бастап айтайын, бұл компания кіру үшін ертеңнен бастап 39 евро ақша тұрады. Біздің немен санаған кезде USDT мен именно Binance'та USDT мен саласыз сол жерге где-то 42-43 доллар болады. USDT 42-43 доллар болады. Сіздің годовойыңыз. Сіз QIC именно идентификациядан өтесіз, сол жерден биоидентификациядан полностью тексерілесіз. Жаңағы өзіңіз верификация өткеннен кейін болды. Ар жағында сіз бір жыл сосын ары қарай қолдана аласыз. Енді қызығын айтайын. Сөйтіп жатқан кезде сіз именно осы жерден біздің именно SuccessFactors компаниясының партнерлар іште отырса, тыңдап отырса, олар білет, олардың метавселенной платформасын алған үшін оларға дополнительно сол суммада ақша берілді. Кредит деп айтыламыз ғой. Пәленше евродан мысалы. Кім қанша акция алды, соның барлығы бірдей кредит болды. Менің өзімде біраз ақша бар мысалы. Сондықтан осы үлкен жаңалық, соны бұл кісілер получается біздің ақшаның ішінде тұр. Біз не қыламыз? Қайдасың, Ерлан, барсың ба? Я деп қойшы. Сол жаңалықтарды, как раз сол ақшаға біз осы телефондарды ала аламыз. Ол телефоннан басқа, мысалы, қолымда қазір ноутбук тұр, сол ноутбуктың шамасындай оборудование сатылады. Ол жерде осы телефондағы тапқан ақшаңыздан да жоғары ақша табасыз. Екі деп қойыңыз. Үшінші, облачное хранение. Бәріңіз білесіздер де, қазір бүкіл информацияның барлығы бірдей облакада сақталады. Мысалы, сол облачное хранениеде сақталады. Осы үшеуінде бірдей сақталады. Оның барлығы тек ертең ашылады ағайындар. Ең бірінші біз алғашқы 10 мың адам тіркелсе осыған, осы 10 мың адам тіркелсе, оның барлығы бірдей жаңағыдай 39 евроға төлейтін болсақ, жаңағы 42-43 деп айттым, примерно шамасы. Өйткені ертең курсты білмейміз біз өзін сатып алған кезде. И сол сатып алған несіне компания 100 евроға подарка береді. Ол подарканың атын айтайын, жаңағы 100 минтер береді сізге. Сол как раз ол телефон ішіне келетін нәрсе ма, әлде ол хранениеден келе ма, облачное хранениеден, әлде ол жаңағы оборудование ішіне келе ма, оны біз әлі толық білмейміз ағайындар. Оның бәрі тек ертең белгілі болады. Сондай подаркасы бар ішінде. Бір деп қойыңыз. Сонымен бірінші бізде телефон бізде ақша табады. Ол табысты кәдімгідей күнделікті сатып жіберіп, как раз өзіңіздің Binance'ға шығарып алып, спокойно берға шығарсаңыз болады, любой карточка аударасыз. Binance бесіп жатқан кісілер болса, ортамызда біледі оны. Екінші, сол жерден ар жағынан накапливаться біздің акцияны сатып аламыз мысалы, Народный банкты, Қазмұнайгаз айтып жүрмін осы жерден. Сол сияқты оның да бағасы ақырындап көтеріле береді, құны көтеріле береді. Сондықтан бұл бір деп қойыңыз. Енді екінші, бұл жерде именно жаңа мен боттарды айтып кеттім, как раз криптоботтарды. Жаңа Форекстің как раз роботы, советник сияқты именно криптовалютамен сауда жасайтын боттар, роботтар, советниктер осы жерде бар, ағайындар. Сіз оны да қосып қойдыңыз, ол уже бізде бірінші жыл емес, екінші жыл емес, уже 21 жылы 82% берген, 22 жылы 83% берген, годовой, 23 жыл 82% берген. Сондықтан айтып отырмын, бұл криптоботтар жылына 82%-ға дейін табыс беретін боттар, криптоботтар. Сондықтан бұл робот именно бүгінгі как раз тікелей эфирдің тақырыбы осы, именно боттар туралы, роботтар туралы бүгінгі әңгіме. Сондықтан бұл жерден міндетті түрде алып қалуыңыз керексіз криптоботтарды. Осы біздің как раз продукциямыздың екіншісі. Тура осында жүздеген компания бар ағайындар. Ішінде 80-нен аса продукция бар. Қайтып айтамын, 100-ден аса компания бар, и 80-нен аса продукция бар. Дұрысында 100 компания болса 100 продукция болар, жоқ олай емес. 100-ден аса компания уже жұмыс істеп тұр жердің бетінде. Олар қазір барлығы бірдей онлайнға өткенде кәдімгідей оцифровать етіп, оның барлығы бірдей біздің фонды биржа, цифровая фонды биржаға кіріп жатқан жағдай бар. Сондықтан енді әрі қарай айтып кетейін, робот нешеге алу керек, неше тұрады дейді. Сіз егер Узер, мен атыңыз білмеймін енді, жарайды. Роботты именно Форекстік болатын болса 500 доллар қаламыз. Одан кейін кешіріңіздер, түсіре алмай қалдым, ренжімеңіздер. Егер роботты Форекс алатын болсақ 500 доллар робот тұрады, екі сервисті аламыз, 50 доллар. Сізден шығатын шығын 550 доллар ағайын. Ол сөткесін 24 сағат жұмыс жасайды Форексте. Аптасына 5 күн, айына 20 күн жасайды, сенбі Форекс жұмыс жасамайды, білесіздер да. Ал криптобот туралы мен сіздерге ол туралы айта алмаймын қазір. Ол тек ертең белгілі болады ағайындар.
ертең белгілі болады. Бұл криптоботтар бір алып қойдыңыз, онда суббота воскресенье жоқ форекстегідей. Ол үнемі жұмыс жасап тұратын болады. И ақшасын любой момент кіргізесіз, любой момент шығарасыз, қайтадан тағы да Binance арқылы. Сондықтан Binance бізге міндетті түрде Каспий Голд қалай қолданып жатсаңыздар ағайындар, мен айтып бересіздер, Каспий Голд сияқты Binance қолданатын боламыз. Өте жақсы. Так, бұл екінші тема. Екінші тема, мен мына телефон без звука қойып қояйын, ұмытып кеткен екенмін. Так, қалай жұмыс істейміз дейді. Оған хабарласамыз ағайындар. Менің сотовый телефоным Telegram, WhatsApp'та 877-222-0498. 877-222-0498. Робот не майнинг жасайды? Жоқ, шатастырмаңыз. Егер сіз айтып отқан робот, если криптовалютадағы криптобот болса, жоқ, ол майнинг жасамайды. Бұл басқа нәрсе. Майнинг жасамайды, именно минтинг жасайды. Минтинг жасайтын ол именно майнингте, мысалы, үлкен фирмада істейтін болса, минтингте сіздің телефоныңыздың ішінде кішкентай ғана память алады ол. Көбіне. Рахмет Гауһар ханым, міне 77-222-0498. Минтинг жасайды. Бұл бөлек нәрсе, ағайындар. Минтинг бөлек нәрсе, криптобот бөлек нәрсе. Біз екіншісін айтып отырмыз ғой. Сол екіншісі именно бот, криптобот. Бұл оны әден сатып аламыз, оның құнын білмеймін пока. Бұл робот, действительно. Ал минтинг бұл бөлек нәрсе. Оған сіз телефон қосаңыз болады, бір, одан кейін ноутбук сияқты оборудование болады и облачное хранение болады. Оның телефонда, конечно, табысты, бірақ онда көп емес. Неде ноутбук сияқты оборудованиеде лишь бы светке электричество қосып қойсаңыз болды, ол телефоннан көбірек табады. А бұл екеуіне де қатты көбірек табатын бұл облачное хранение. Сізге жауап бердім деп ойлаймын да. Ат жөніңізді айтып берсеңіз жақсы болар еді ағайындар. Так, мен сонымен екіншісін айттым, криптоботта. Үшіншісі криптобанк. Дүние жүзінде ең бірінші криптобанк бізде. Дүние жүзіндегі криптобанк ең бірінші бізде. Бұл деген біздің қазір қолданып отырған Каспий Голд Народный банктың ішіндегі бұл электрон ақша. А наличка білесіздер, ол қолымыздағы наличкада осы ақшаның бәрін фиатты бірақ атайды. Фиатный деңгейде. Ал енді әрі қарай біздің жаңағы биткоин, эфириум, соляна, неше түрлі бар ғой, соның бәрін берген шығаратын ортадағы именно көпір болып тұрған, именно осы көпірде болып тұрған криптобанк, единственный дүние жүзіндегі бірінші криптобанк ол біздің қолымызда. Сондықтан бұл үшінші біздің услуга, товар деп айтайық, пожалуйста. Одан кейін төртінші DeFi. Бұл да біздің Forex сияқты децентрализованный платформа. Былтыр емес, алдыңғы жылы 100-ден аса миллиард оборотқа шыққан уже индекс DeFi бар десеңіздер. Сондықтан ол жерде де сіз кәдімгі өздеріңізге кәдімгі актив сатып алып, оның да өскенін көзіңізбен көріп отырасыз на автомате. Бұл 4 болды ағайындар. Так, бесінші, бұның ішінде обучение бар. Криптовалюта деген не, майнинг деген не, фарминг деген не, минтинг деген не деген сұрақтар сізде көп болып жататын болса, осы компания кіретін болсаңыз, онда да оның оплатасы бар, әрине, сразу айтамын, обучение. Сол обучение біздің ішімізде именно по крипте, именно обучение осы жерде болады. Бірінші рет. Соның бәрін түгел оқытып көрсететін болады, бізге қалай істеп қалай болатынын, қайсыны қалай немеге не алып жағып істейтін бәрін түгел осы жерде үйрететін боламыз. Бұл бесінші ағайындар. Кеттік па? Ағайындар, мен сразу айтып кетейін, мен мысалы осы жерде Қазақстан қор биржасы, өзімнің қаржылық курсым бар. Қазір осы прямой эфирден қалдым, ана бір кісі маған сұрақ қойып жатты, сіз сол кісіге жауап берейін мен. Қаржылық курсым бар. Ол қаржылық курс қаржылық сауаттылық курсы тұрсын да. Сол сапарында Қазақстанның қор биржасы, оның ішінде компаниялар, біздің Қазақстан компаниялар, оның ішінде қазір американский компаниялардың құнды қағаздары кірді. Бір, екінші Форекстегі именно роботтар қазір айтып жатқан мысалы. Одан кейін именно крипто рынктағы соңғы жаңалықтар. Осының бәрінде біз инвестиция жасаймыз. Сол инвестицияны қалай жасау керек? Қайсына қаншадан салу керек? Қайсысын алу керек? Қанша уақыт қалу керек? Соның бәрін осы жердегі менің как раз қаржылық сауаттылық курсты еститін боласыздар. Менің нөмірім экранда жазылып тұр, 777-222-0498. Енді осының барлығы қаржы курсындағы айтқандағыдай тура осы сіздің сауаттылық курсын айтқандағыдай как раз не Қазақстанның қор биржасынан алған акцияңызда форма инвестирования, екінші форма инвестирования жаңағыдай Форексте именно робот алып жатсаңыз, ол да форма инвестирования. Тура осы сияқты криптоға да бот алып жатсаңыз или криптобанкқа сіз вложение жасап жатсаңыз, оның барлығы бірдей, бұл форма инвестирования ағайындар. Инвестиция бір түрі. Сіз бізге дүние жүзінде барлық инвестиция барлығы бірдей жақсы, бірақ әрқайсысы әртүрлі береді. Сондықтан сізге именно сенімді жасайтын форма инвестирования сіздерге қазір
ұсынып отырмын. сондықтан уағалейкум ассалам Пернебай мырза, қалайсың, жағдайыңыз, денсаулығыңыз жақсы, аман есенбіз бе? Келдіңіз ба Астанаға? Керемет жігіт Пернебай деген біздің Дубайда бірге болғанбыз, тамаша жігіт, Шымкенттің жігіті, біздің оңтүстіктің жігіттер. Жарайсыңдар. Так, сонымен криптобанк қазірдің өзінде 36 банкпен жұмыс жасап жатыр. Естеріңізде болсын, дүние жүзінде кәдімгі жерде тұрған 36 банкпен жұмыс жасап жатыр. Жаңағы криптобанк. Так что сіз криптобанкқа инвестор болып или жаңағы вкладчик болып келіп жатсаңыз, сіз дүние жүзіндегі ірі 36 банкке напрямую автоматом бірден не болып кетесіз, оларға жерге клиент болып кететін жақсы жағдайыңыз бар. Так, сонымен бесіншісін айттық па? Жаңа нені телефон табыр ескертіп жіберейін. Бұл жерде телефон сатып аласыз да күнделікті табыс табу ағайындар. Соңынан кіріп жатқан кісілер болса, мен тағы да ескертіп кетейін. Ментинг деген нәрсе сол именно. Өзіңіздің телефонды сатып алдыңыз, сол телефонның ішінде кішкентай программа сізге күнделікті WhatsApp нөмірі жаңа жоғарыда жаздық қой. 877 222 04 98 707 222 04 98. Сол телефондардың как раз iPhone версиясы бар и Android версиясы бар. Кімге қандай ыңғайлы, біреу iPhone жақсы көреді, біреу iPhone емес, именно Android жақсы көреді. Сондықтан екі түрі де бар. Оның бағасы как раз рахмет Қауқар ханым. Міне как жазылды, мен осы жерден жазып алсаңыз болады. Сонымен iPhone версиясы и Android версиясы. И жаңағы айтып жатқандағыдай, енді тағы да айтылып кетейін, бізде 80-нен артық продукттың түрі бар. Мен сізге тек біреуін ғана айтып отырмын қазір. Ол ғана айтып отырған жаңағы телефоннан кейін жаңағы именно оборудование, именно телефон жағдайында именно для митинга, одан кейін жаңағы облачное хранение. Криптобанктың, жаңа айтып отырған криптобанктың 14 лицензиясы бар. Оның ішінде как офлайн, так онлайн жұмыс жасауға алған 14 лицензиясы бар. Вообще біздің компанияның мына осы бүкіл жаңағы Zera компаниясының 50-ден артық, жазып жатыр мына жақта қараңызшы, 50-ден артық лицензиясы бар. Бірінші компания 50-ден артық лицензиямен 5-ден артық көрмеген мысалы. Сол 50-ден артық қазір лицензиясы бар осы Zeraның. Ол жерде осы Zera компаниясының именно в старте, ертең болады ағайындар, ертең старты болады да, 2.200.000 адам. Дүние жүзінде 140-тан артық мемлекет бар. Дүние жүзінде өзі общий саны бір 200 мемлекет бар шығар, соның 140-ы уже осы компаниямен жұмыс жасап жатыр. И әрқайсысы әртүрлі сетевой компания қосылып келгенде біздің өзіміз 200-ден арта тұрған кезінде Satisfactory, соның барлығы жинап келген кезде сол қазір общий саны 140 мемлекеттен 2.200.000 адам қазір қосылып жатыр. Сіз де қосыла аласыз. И осы нәрсенің бәрін күнделікті табыс табатын жолдың мен сізге уже 5 түрін айттым ағайындар. Әлде 4 түрін айттым ба? Айтып отырыңыздар, мен шатассам, сіздер мені қателеп жөндеп отырыңыз, пожалуйста. Жарай ма ағайындар? Так, криптобанкты айттым. Именно бұл криптобанк фиат пен қазіргі криптоның ортасындағы біздің көпір. Осы ұмытпаңыздар. Одан кейін біздің осы именно бірінші жаңа айтқан телефоным, бұл бірінші товар біздің. Осы Zera компаниясының корпорацияның бірінші товары, оның артында әлі 79 товар бар ағайындар. Так, кеттік па? Жаңағы сатып алған кезде кәдімгідей бұл доставкасымен келеді. Компания Zera 2.200.000 адаммен компания Zera. Xera деп айтылады. Егер ұмытпашын айтайын сіздерге, поколение X деген естідіңіздер ғой бәріңіз. Поколение X. Өйткені қазіргі балдар біздің заманымызда емес, қайда заман бөлек қой. Ойлау өрісі бөлек, жүріс тұрысы, мінез құлқы бәрі бөлек қой. Сол поколение X дегенде X алдына қойсаңыз, эраның алдына Xera болып шығады как раз. Сонда ұмытпайсыз бұл компанияның атын. Сізге жауап бердім деп ойлаймын да. Сонымен облачное хранение, внутри смартфона как раз и жаңағы не бар, біздің мына оборудование бар қолымыздағы. Осы үшеуін де пайдаланасыздар. Бұнда қалай істейді деңізші енді. Бұның барлығы мысалы өзіңіз осы оборудование алғаннан кейін, именно сол оборудованияның құнындағыдай мысалы. Рахмет Қауқар ханым, Xera жазылды. Міне, аты жазылды как раз. Туысқан. Атыңыз, затыңыз ештеңе сурет ештеңе жоқ екен. Вообще дұрысында ағайындар, мына жерге өздеріңіз аттарыңызды, суреттеріңізді қойып қалсаңыз, астында сіздің астыңызда қараңызшы. Қауқар ханым астында Xera деп жазып қойды, соның астында Бибігүл деген адам ханым жазды атын ше. Қандай әдемі мысалы. Міне одан кейін аман келіп тұр. Адамның түрі болған жақсы. Оны қорқатын ештеңе жоқ қой. Менің атым Ғалымжан, мысалы, фамилиям Дүкенбаев, өзім Астананыкімін, Қызылорда облысының тумасымын мысалы. Оның ешқандай қорқатын ештеңе жоқ. Мен әкем туғанда қатты қуанған мысалы. Азан шақырып айдар таққан маған. Сол сияқты сізге де қуанды ғой әке шешеңіз келгенде. Оны неге қысыласыз? Өзіңіздің әдемі суретіңізді қойып, атыңызды айқайлатып қоймайсыз ба? Қазақ біз кімнен қорыққандаймыз? Өз жерімізде жүрміз ғой. Түркияда емессіз, ол жақта мысалы қазақ түркі мысалы. Сол сияқты да мысалы. Ағайындар, бұл енді сіздерге ескерту ретінде, бұл өйткені TikTokқа жаңа кіріп жатқан кісілер болатын болса түсінемін. Суретті просто бір рет салып қойсаңыз болды, тұрады, ештеңесі жоқ. Ұнамайса қайтадан қалған басқасын қоясыз мысалы. Так, сонымен бұл жерде токендер, именно токендер сатып аласыз, как раз USDT-ға сатып аласыз. Сол жағында оборудование қойған кезде тағы да жазып жатыр маған.
күте тұрыңыздар. Сонымен сол токендерді сатып аласыз да, ар жағында ол просто чекать етеді. Каждый день, сағат сайын, күн сайын, суткасында тоқтамай жұмыс істейді. И суббота, воскресенье деген жоқ онда. Постоянно айналып жатады да ол ақша деген. Рахат емес, тек светті қосып қойсаңыз болды. Ар жағында өзі табады нәрсені. Печатает. А настраивается самостоятельно, автономно. Қалай қосам, антенна іздеп жүреміз ба, ондай әңгіме жоқ ағайындар. Прямо тек қана бір рет қостыңыз, өзі автоматик настройка жасайды, ар жағында жұмыс істеп кетеді. Кез келген жерде. Қазақстан любой жерде жұмыс жасайды ол деген. Так, бағасын айтып кетейін мен. Кіретін бағасы, жаңа айтып кеттім алдында, 39 евро годовой членство. Сіз верификация өтесіз, бірден QIC деген нәрсе бар. Оны басқа компания жасайды, біздің компания емес. Соған 39 евро жібердіңіз, сол QIC жасап береді, бітті, бір жылға болды, жарамды деген сөз. Одан кейін сіз өзіңізді қалаған товарыңызды аласыз, товар услугаңызды қолданасыз. Бұның ішінде көп нәрсе бар ағайындар. Мен көп нәрсені айта алмай жатырмын. Кеше ғана мысалы Бақтелкомды шығарып едік, қаншама адамды шулап кетті мысалы. Телефонмен қазір ғана мысалы Пернебай мырза осындасың ба? Как раз Оқан ағамен как раз сөйлестім. Бүгін Мединада умрада жүр. Гауһар ханым сізге айтып едім мен как раз. Умраға қажылыққа кеттік, қажылыққа. Сол жақтан Бақтелкоммен қазір ғана осы эфирдің алдында сөйлестік біз екеуміз. Дауыс деген чистейший, тап-таза прям әдемі. Осы WhatsApp-тан, Telegram-нан жақсы тап-таза. Мединадан звондап жатыр маған. Бақтелком істеп тұр. Ойларыңызда болсын. Бақтелком біздің продукция. Так, сонымен кеттік. Бұдан кейін жаңа именно сатып алатын өзі деп айтқанда лайерка деп аталады. Вот өзі екі токен сатылады бұл жерде. Біреуі основной, бір. Екіншісі как раз не? Бұл проектный токен деп аталады. Сол екі токен бірде айналады. Сол екеуінен екі түрлі табыс табасыз. Бір телефоннан, бір аборден, бір облачный хранениеден екі түрлі табыс табасыз. Керемет қой. И ол тапқан табысыңызды күнде шығаруға болады. Қаласаңыз әрі жинақтап оны көбейген күйінде шығарсаңыз да болады. Қайта Binance арқылы. Сондықтан Гауһар ханым, Пернебай мырза, жаңағыда мен тағы бір партнер бар еді, Satisfactory'ден. Қайда бәріңе Binance керек. Binance'сыз болмайды ағайындар. Binance ашу керек. Аштыңыз болды, ар жағында оны істеу керек. Өзіңізді ауыстырып алып, ертеңгі 39 евроны төлеу керек болады. Ертең бірінші күн. Кеттік па? Өзді. Сонымен базовый токенді, проект токенді айттым сізге. На автомате. Мен сіздерге бір қызық, тағы бір күшті нәрсе айтайын деп тұрмын сізге. Бұл жаңағы бесінші нәрсені айтайын сізге. Сіздер бәріңіз біле визаны білесіздер да? Каспий Голд виза ғой. Народный банкта виза да, мультивалютный. Сол сияқты сол визаның криптокарточкасы шықты ағайындар. Кәдімгі компания виза. Бұл үлкен американский компания білесіздер да? Именно переводпен жұмыс жасайды. Именно международный перевод дейді ғой. Карточкасында. Оның теңгесі де бар, оның доллары да бар, мультивалютный да бар. Сол криптокарточкасы визаны тек біз ғана сататын лицензия бар бізде. Басқа ешкім визаны өзі сатпайды даже. Біз ғана сатамыз. Біз ғана таратамыз. Сондықтан ол визаны алған адам дүниежүзінің любой жерінде келеді. Өзінің ішінде как раз фиатный деньги, так незде жаңағы криптода ішінде тұрады ішінде как раз. Сол нәрсені сіздер қолдана алатын жағдайыңыз бар. Сол виза карточка біздің қолымызда. Мен оның видеосын салып жібердім. Көрген адам болатын болса, мысалы телефон қасында бет басқан кезде қасында экран сияқты шығады да, жап-жарық болып. Онда сен бар ғой, қазіргі балдар түсіріп шығар, мен оға алмадым, тек видеодан көрдім да, қатты қызықты мысалы, өте керемет. Ағайындар лайк басып отырайықшы, бірақ адам лайк басып отыр. Неге лайк басып отырайықшы? Қайырлы кеш, бәріңіз бірдей танисыздар, есім Ғалымжан, Сәке кіріп жатсың мысалы. Давайте лайк басып отырайық. Басқа адамдар да көрсін де, басқа ағайын қазақтар да көрсін де біздің нәрсеміз. Мына нәрсе болып жатыр, жақсы нәрсемен бөлісіп жатырмын. Ақша көбейсін, табысыңыз молайсын деген жағдаймен айтып жатқан нәрсе ғой барлығы. Еркініп отырған жоқ қой мысалы. Сондықтан ағайындар, кешіріңіз, біз көтереміз тағы жатса. Қабылдай алмаймыз телефонды. Так, сонымен визаны айтып кеттім. Бұдан кейін бәріміз бірдей VPN-ді білеміз, ағайындар. Дұрыс па? VPN деген нәрсе өзіңіздің үйде отырған кезде телефоныңыздан әлсіз интернет болса, сіз сол VPN-ге қосылсаңыз, сіз ұшқыр жылдам интернет көтесіз. Сол VPN лицензированный VPN бізде, ағайындар. Оны біз сатамыз. Рахмет. Огонь үшін рахмет ағайын. Сколько раз дейді. Тамаша. Подарок үшін рахмет. Именно осы VPN-ді біз сатамыз ағайындар. Енді бұның сыртында тағы да уже біз 7-шін айттық, 8-ші именно біз фонды биржа айтып жүрміз біз, Қазақстан қор биржасы, NYSE, NASDAQ, лондонский фонды биржа деп, тура сол сияқты именно цифровой фонды биржаға шығып отырмыз ағайындар. Оның ішінде именно осы активтер, именно осы акциялар сатылады. Именно осы оцифрованный компаниялар, айтып отырған жаңағыдай 100-ден аса компания бар дедім сіздерге, соның бәрі оцифрованный күйінде сатылып жатыр. Оның ішінде неше түрлі товар и услуга бар. Оның ішінде туризмде бар, оның ішінде метавселенныйда бар, оның ішінде анау дүние жүзінде қандай бизнес бар, сол бизнестің бәрі полный оцифрованныймен кіріп кетті. И сіздер соның қалаған өзіңіздің акцияларыңызды сатып алып, оның күндегі өскенін өзіңіз көріп отырасыз. И ол табысын күнде шығаратын сіздің жағдайыңыз бар.
Керемет енді. Бұны айта берсем айта беретін әңгімесі көп ағайындар. Сондықтан шама қысқартайын. Бұл компания кіру үшін міндетті түрде 39 евро керек. 39 евро сіздің именно верификацияңыз керек болады. Бұл жылына бір рет төлейтін процедура. Сондықтан ол нәрсені міндетті түрде алып қалғаныңыз сіздің жақсы болады. И оны кіріп алсаңыз, міндетті түрде телефон аласыз. Осы қолыңызда істеп отырған, может ескірген шығар, может айфонға ауыстырғыңыз келетін шығар, мүмкін қайтадан андроид алғыңыз келіп отыр. Сондай телефондарды аласыз да, ішінде уже встроенный программа аты Минтинг болады. Соны Минтер деп атаймыз, бұл оборудованың аты мысалы. Бұның телефоны бар, жаңағы ноутбукқа ұқсайтын оборудование бар, және облачное хранение бар. Соны өзіңіз қалағаныңызды аласыз да, 39 доллар евро төлегеннен кейін, ар жағында сол сізге күнделікті ақша келіп тұратын болады. Бұған еще криптоботты қосыңыз, бұған еще криптобанкты қосыңыз, бұған еще жаңағы цифровой фондный биржаны қосыңыз, именно торговля акциямен мысалы ше. Соның барлығы сіз үшін ағайындар. Осы жерде мен осы нәрсені күнделікті кешкі сағат 21:00-де Астана уақытымен айтып жатырмын. Қызылорда, Атырау, Ақтөбе, Орал, Маңғыстау, осылардың бәрінде ол жерде сағат 8:00 болады. Біздің Астана уақытымен жақында бір-екі айда құдай қаласа бәріміз бір сағатқа ауысамыз. Сондықтан пока что Астана уақытымен